Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Бүгінгі менің жасайтыным тюбетейка. Тюбетейка қазақ халқының көне әрі ерекше ұлттық бас киімдерінің бірі. Ол тек сәндік бұйым емес, сонымен қатар халқымыздың мәдениеті мен дәстүрінің айқын көрінісі. Ер адамдар да, балалар да киетін бұл бас киім әрдайым ұқыптылық пен тәрбиенің белгісі санаған. Тюбетейка көбіне барқытпен, велюрдан, басқа түрлі маталардан сырып тігілген, ою өрнек пен әшекейлеген. Қазақ халқының бас киімге ерекше құрмет көрсеткен. Оны жерге тастауға болмайды, үстінен басып өтуге әдепсіздік деп есептеген. Себебі бас киім адамның абыройы мен қадір қасиетінің символы. Бүгінде тюбетейка ұлттық мерекелерде ғана емес, күнделікті өмірде де қайта жаңғырып сәнге айналып келеді. Әсіресе кішкентай балалардың тюбетейка киюі ұлттық дәстүрдің жалғасып жатқанын көрсетеді. Тюбетейка бұл тек қана бас киім емес, бұл тарих, бұл мәдениет, бұл ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан мұра. Бізде үстіңгі жағы мынау радиусы. Мына жақта 28, мына жақта 28. Значит, 56 сантиметр. 56 сантиметрді біз бөлеміз 3,14-ке. Енді біз төбесін табу үшін радиусын мынаны есептедік. Бұл 28, мына жақ 28. Сонда 56 сантиметр. 56 сантиметрді 3,14-ке бөлеміз, 17,8 шығады. 17,8-ді 2-ке бөлсек 8,9. Почти 9 сантиметр дейік. Соған 2 сантиметр қосамыз, өйткені мына жерге біз 4 сантиметр жасадық. 4 сантиметрді 2-ке бөлсеңіз 2, сонымен 11 сантиметр шығады. Мына радиусы бізде 11 сантиметр. Сол 11 сантиметрді алып, соны шеңберін сызып аламыз. Төбесінің тура 11 сантиметр. Болды. Енді сол бойынша 11 сантиметр. Осыны кесіп алып, ары қарай көрсетемін. Міне біз шеңберімізді жасадық. 11 сантиметр. Біз мұна ара қашықтығын қалай аламыз? Міне 11 сантиметрді біз көбейтеміз. 11 сантиметрді көбейтеміз 3,14-ке. Қайтадан несін шығару үшін диаметрін. Сонда 34,54 екен. Оны 2-ге көбейтеміз, өйткені бұл жартысы ғана болып тұр ғой. Соны көбейткен кезде 69,8. Мынаның бойы 69,8 сантиметр. Содан біз мына басымыздың размері бізде 56 болатын. 56, мына төбе жағы 56. Значит, 56-ны аламыз. Мына жерде 69,8-ден 56 сантиметрді алып тастаймыз. Сол кезде бізде қалады 13 сантиметр. 13 сантиметр мына жерден біз алып тастаймыз. 11, 13. Деп өлшесеңіз, мына жерден бітеді. Осы жерден 13 сантиметр алып тастаймыз. Оны бүйтіп қарасаңыздар, бүйтіп келеді өзі. Қатты биік болмау керек. Қазір мына төбесімен жалғаған кезде тура шығады. Тура. Ол бұлай тұру керек негізі. Осылай. Мынаған 1 сантиметр кетеді, сол кезде осылай болып шығады. Құрметті көрермендер, менің видеом аяқталып қалды. Егер видео ұнаса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымды жіберіп алмаңыз. Осы тақырып бойынша ойларыңызды пікірге жазып кетіңіздер. Сіздердің пікірлеріңіз мен үшін маңызды. Қоңыраушаны басып қойыңыз, сонда жаңа видеолар
туралы бірінші болып білетін боласыздар. Келіп жеткен мына Наурыз мейрамымыз құтты болсын. Келесі кездескенше хош сау болыңыздар.